жалпы сөзімен ісі дәл келетін сияқты. Бірақ оны әлі де болашақта көре жатармыз, әрине. Әрине, иә. Иә. Өзіңіз барлығын айтып, толық ақпаратын айтып жатыр. Енді Ернар, сұрақтарыңызды қойыңыз. Ой, бәрекелді. Есіміңіз кім тағы да? Есімім Гүлнұр болады. Гүлнұр ханым. Гүлнұр ханым, ең алдымен рахмет. Осынша серілердің арасынан таңдап келгеніңізге көптен көп рахмет. Енді сүбел сөздің майын тамызып сөйлейтін қыз екен көрініп тұр. Жоғарғы оқу орны Қазақстанда оқып жатсыз ба? Негізі? 5 жылы бұйырса деп отырмын. Мен жалпы қазір өзімді жан-жақтан сынап жатырмын. Былайша айтқанда менің бітірген мамандығым менеджер саласында, колледж бітірдім. Бірақ та өзімді содан былай да банкте де жұмыс жасадым менеджер саласымен. Қазір енді визажистік саласын өзімді байқап көріп жатырмын. Енді қазір поликлиникада жұмыс жасап жатырмын. Енді бұйырса, енді Алла қаласа жоғары оқуымды, яғни ойлап отырмын медицинаға тапсырсам деп. Барлық жерде жұмыс істеп үлгеріп пысық. Иә. Әзірге сол сұлулық салонында, иә? Жоқ, поликлиникада. Қазір поликлиникада істеп жатырмын. Болды. Абзалжан ақ халатты бұйыртса. Иә, бұйырса. Қарым қатынасы болды ма? Ара қатынас? Ара қатынас дегенде мен былай сөйлесіп көрген адамдарым болды, бірақ та біз жаңағы қыз бен жігіт болып жүрмей жатып, барлығы тоқтап қалды. Ол өйткені көбісі сөзбен айтады, бірақ іспен дәлелдемейді, до конца бармайды, былайша айтқанда, сол себепті. Жалпы негізі мен өзім сәл-сәл кішкене көпшіліктің алдында жүремін да, тойға барып қалам деген сияқты. Кейбір жандар ол нәрсеге қарсы ше, достарым болып қалуы мүмкін енді, араласатын деген сияқты. Ол тараптан көзқарасыңыз қалай жалпы? Жалпы енді ол жағынан мен қарсы емеспін. Ең бастысы сенемін, ер адамға сенемін. Сол сенімді ақтайды деген үміттемін. Жатсыз ғой енді сөзімен ісі сай келсе деген сияқты. Тағы да бір екі-үш қыр бар ма? Менің адамда осындай қырлар обязательно болу керек деген сияқты жаңағы. Талаптарымды айтасыз ба? Иә. Талаптарым жалпы сіз келіп тұрсыз негізінде. Бойшан, түріңіз бар, былайша айтқанда сізде ашық мінезді, былай мен сияқты жан-жақты десем де болады. Сөйлеп, жаңағы сөз жағынан болсын. Негізі қатып қалған принциптарым жоқ негізінде. Бәрекелді. Негізі мен бұрындар ойлайтын едім ше, енді өзім енді организаторство жағын бар, енді сәл андай плюспін ғой былайша айтқан кезде, импульсивный деймін, гиперактивнымын да, и өзім ойлайтын, маған сәл байсалды қыз керек деген сияқты қып ше. И менде сол принцип осы 2 жыл бұрын түбегейлі ауысты. Мен өзім сияқты сәл ортақ қызығушылықтарымыз бар, жәнелегі сондай адамды мен өзім қалап ойша тартатым ше. Сила против. Нұржан. Қош келдіңіз. Нұргүл ғой есіміңіз? Ана жақта отырмын. Гүлнұр, қош келдіңіз. Мына Ернар енді бізде көп қыздарға комплимент айтады ғой, сай-сүйек сырқырап тұрып айтатын жігіттердің бірі ғой. Той саласында жүреді, жаңағыда айтып қалды. Енді осы орайда Ернарға да мендегі сұрақ. Осы үміткеріңіз сізбен тойда бір күн, 2 күн мысалы, жоқ, каждый тойыңа мен ертіп барасың, мен тастамай жүресің, сіздің көзқарасыңыз. Бәрекелді, көп құтан деп өзім балап жатқаным ғой. Айттым, иә. Соны іліп, қазір сол енді бірге отырғаннан кейін солай айттым. Ақтан деген Диора еді, иә? Сіз осылай айтатын едіңіз. Иә. Бәрін сөйтіп, ана құсқа теңеп, аңға теңеп отырайық енді қыздарды. Аңға емес қой балаусақан. Енді жақсы ол әдемі құс қой. Дегенмен қыздарға ұнамайтын сияқты. Жарайды. Енді жоқ енді әзілдеп жатырмыз ғой. Аяулым сол кезде ренжіп қалған жоқ па? Жоқ. Әлде балаусақан бұл жақта бір сезім бар деген не айтып жатқан жоқпын. Жай ғана бір егер сондай бір дүние болып жатса, аяулым қазір айтсан деген сияқты Ернарда бір негізі мен айтады Құдай-ау, Нұрсұлтан, аяулым, айтыңызшы, айтарыңыз бар ма? Жоқ, онда ештеңе жоқ. Мен просто өз ойымды айттым. Енді шынымен де ауралар келмейді ғой, дұрыс па? Енді әр адам бұл жерде өзінің пікірін айтуға міндетті деп ойлаймын. Шынымен де келмейді бір-бірлеріне. Аурасы да, сырт келбеті де. Оны сіз қайдан сезіп қойдыңыз? Енді екеуі де активный деген сияқты ғой. Енді 2+ пен 2+ бір-біріне келмейді деген. Былайхан? Мына жерде бәріміз білеміз ғой. Ақ еркеге үміткер келген кезде Нұржанның қалай алай-дүлей болған, осылай ортаға кіріп, жараспайды, ұзаққа бармайды деген. Мына жерде тоже тура сол қайталанып жатыр да негізінде. Аяудан да сондай бір намектар кетіп па, бір сондай бір көзқарасын несін көрген жоқпын, сондықтан қыз баланың пікірі деп қабылдаймын, болды. Отырған ештеңе жоқ. Не әдеттеймін да, осы жерде отырып алып бір-бірлеріңді қосасыңдар кеп, үміткерге деген сыйластық мүлде жоқ деп ойлаймын. Бір-бірлеріңізді қоса бермей, мына жерде кәдімгідей үміткерге сұрақ қойып деген сияқты. Әп-әдемі, екеуі әп-әдемі жарасып
қайын інім деп айтсам да болады. Дусям десем де болады, досым мен ғой айшты енді. үлкем қайнағаным сен. Почти енді мен білем вкусын енді осы қызбен бір бойы өзіне күшті бір жарасатын сияқты болып көрінеді өзім. Күшті кім бойшаң қыз екен. Иә. Бойыңызды білсем бола ма? 1.70. 1.70? Иә. Бәрекелді. 1.85 менің бойым. Ернар, негізі енді ауралары жараспайды деп жатыр, білмеймін, оны өздеріңізге ғана белгілі болатын сияқты. Иә. Соны білу үшін, сөйлесу үшін, әрі сырласу үшін сіздерді сырласу бөлмесіне жіберсек, сөйлесіп алыңыздар. Әрине балыс. Чемпион шайынан ауыз тиіңіздер, шығарып салайық сіздерді. Енді өзіңіздің жеке өміріңіздің 4 бала өзіңіздің қолыңызда ма қазір? Үлкен ұлым мен қызым өзімнің қолымда. Ұлым енді әскерден келген, жасы 21-де жұмыс жасайды. Қызым 9 класс оқиды. Ал екі кішкене қызым, біреуі 8-де, біреуі 5-те. Олар папасы жаңағы әкелерінің анасының қолында. Бізге солай ыңғайлы болды. Алматының шетінде тұрады. Апта сайын, енді ай сайын көріп тұрамын мен. Барып алып тұрамын, немесе папасы алып келіп тұрады, қыдырамыз бірге. Бірақ енді солай болды өзімізге ыңғайлы. Ал енді жеке өміріңіз жайлы айтсаңыз? Жеке өмірімде айтарлықтай енді мен білесіздер, енді 17 жасынан бері есептесем 30 жылдық енді тарихи өмірім бар ғой. Оның бәрін айта берсем бұл программаға сыймайтын шығар енді. Біз үйде үлкен отбасынан шыққанбыз. 10 ағайындымыз. 2 ағам бар, 6 әпкем бар, 1 сіңілім бар. Әке-шешеміз өкінішке орай қайтыс болған. Әпкелерім осы Алматы облысында жан-жақта тұрады. Иә. Бұрынғы қарым қатынасым сол жаңағы 2 кішкене қызымның әкелерімен болған. Осыдан 5 жыл бұрын жаңағы соңғы қызыма ауырайық кезімізде екеуміз бірге тұрып кеттік. Ұялғасын бірге тұрып кеттік. Жаңа мен ұлыммен қызыммен бірге үшеуміз. Содан кейін қызым туылды. Енді менде сезім жоқ болды деп айта алмаймын, болды. Оның сезімін мен түсінбедім мүлдем. 2 қызымыз бірінің артынан бірі туылды. Екінші қызыма ауыр аяқ кезімде бұл өзі үй салам деп кетті да, содан қайтып келмеді. Жаңағы қаланың шетінен үй салды да, сол жақта мамасын көшіріп кеп, сол жақта екеуі бірге тұрып бастады. Сонымен ол кез как раз карантин кезі болатын. Сосын мен босанғасын жұмысқа шығуым керек болды. Қиналып қалдық, ақшадан қиналдық деген сияқты. Ол кезде салондардың бәрі жабық, білесіз. Хабарласып, енді мына баланы не істейміз енді? Мен жұмысқа шығуым керек деген сияқты. Алимент төлейсің ба? Или болмаса няня жалдаймыз ба депші. Мамам ауылдан осы қыздарды бағу үшін көшіп келді. Осы қыздарды мамам қарап береді деді. Сен ештеңеден қиналмайсың деді. Содан мен кішкентай қызым 9 айлық болған. 9 айында үлкен жаңағы 3 жасында мен мамасына бердім. Содан бері мамасы қарап жатыр. Мен қыздарымның апасына өте ризамын. Әлі күнге дейін рахметімді айтамын. Апта сайын, ай сайын көрсем де қыздарым тап-таза киінген, керемет бағат. Сізбен бірге тұрмай ма қыздарыңыз? Жаңа 2 қызым бірге тұрмайды, я. Мен оларды алайын деп ойлағам. Тамирис қызым 1-ші классқа барған кезде алам деп ойлап жұмыс орнымды ауыстырып үйдің жанына. Солай істеген болатын. Сол кезде жаңағы 2-ші жолдасым айтты, білесің ғой, мен анам кішкене ауырып жүр. Мына 2 қызға бауыр басып қалды. Енді қарап жүр ғой, жақсы қарап жүр, қарай берсін, сен алмаш деп сөйтті. Содан бері енді анасының жағдайына қарап, көңіліне қарап, солай жүрміз енді. Яғни ер азамат қалай болу керек енді? Жаңа қарым-қатынас деп айтамыз. Бәрі бірде бір өзіңіздің талаптарыңыз бар шығар енді? Менің жасымда ақша деген нәрсе, ондай нәрсе мені қызықтырмайды. Ең бірінші талабым маған деген сыйластығы болса, одан кейін дөрекі сөйлемесе, өтірік айтпаса, әрине сырт келбетіне келетін болсақ, енді бойыменен биік болғанды ұнатамын мен. Одан кейін бір спорттық денелі болады ғой, сондай адам болса, 35 пен 50 жас аралығы деп айтып жатырмын ғой, ер адам. Енді 35 пен 50 жастағы адам меніңше бір аяғына нық тұрған адам шығар деп ойлаймын. Ол жасқа дейін енді бір нәрсе істеу керек қой ер адам деген. Менің мысалы өзімнің жағдайым бар ғой, бірақ жағдайым менікінен жақсы болса екен деп ойлаймын. Бірге саяхаттағанға, бірге жүргенге сондай ер азамат іздеймін. Демек